Вақыт шәріфіңіз қайыр олсын бүгін үйінің 20-сы чаршынбе күні бұйы ТВ. Біз сізге Украинада олып кешкен вақалар ақында тарфытымыз. Қанунсыз үкім чықарылған. Февраль 26-сы давасының іштіракчілеріні Қырымның Ижғал махкемесі шартлы мұдытлерге макюм етті. 4,5 ел Алесана ве Мустафа Дегерменжиге. 4 ел Арсен Юнусов ве Ескендер Кантемировға берілді. Ескендер Эмирвалиев 3,5 елға макюм етілді. Бұны Фейсбукта Қырым бірдімлігі ватандашлық тәшебесінің файлері білдірді. Махкеме отырышы қапалы режимде ве адвокатларсыз кечірілді. Зачитывался приговор и вся информация. Үкім оқылды ве бұтын оқылған мәлумат тек бір тарафының бақышындан берілді. Санки Қырым татар митингі іштіракчілерінің әрекет тарзы течевузи еді. Шышы таяқларыны атайдылер. Русия тарафдалары есе тынч тұрып, бақа ве ичбірше япмайды. Бүгін адвокатлар дге жинайы ишнен оғраша ве ичбір имайджи йоқыды. Менімже, бұ әселет япылды, үкімнің чықарылмасы адвокатларының межғул алғанына қадар ұзатырылған еді. Бұ қарардан мүмкін дегелім. Башындан соңына жасақталенген ве мазуналарының қабатлы олғанны түшінмейім. Украина тышқы ішлер назерлігі февраль 26-сы деп адландырылған даваның іштіракчілеріне берілген үкімлеріні алчақ деп адлады. Бұны Твиттерде назерлікнің спикері Марьяна Бетсе язды. Ижғал етілген Қырымда қанусыз махкемелерінің қарарлары қалқара махкемелер үшін Русия жинайетлерінің да бір дәлелі олачақ дей назерлікнің темсілжісі. Думаю, что, учитывая отношения... Менімже, Ижғал екемиетінің бұл күнге олған мұнасибетіні есапқа алсақ, бұны беклемек мүмкін. Әранаятлы алда дегер инсанларыны желпетежек ве тақиқат кечірележеклер. Әмді олар эпісі тақиқат вақтында айналағандыр. Русияда қанусыз сүрете тұтылған Украин сияси мобюслерінің азат етілмесіні телефон вастасы или Украина президенті ве БМТ баш кетебі музыкере еттілер. Петро Порошенко Антонио Гуттерешке Русия тарафындан жал етілген Қырымда инсан ақлары или бағлы олған вазиетінің кергенлешмесі ақында тарф етті. Субеддешлер Донбасс вазиетінің тәртіплешмесінде БМТ іштірағының фаалешмесіні музыкере етті. Шу жүмледен БМТ барыштырыжы миссиясының кірсетілмесіні. Украина шарқында Русия тәжавузының башланмасындан берлі Учбиндезияде арби олмаған ватандаш иля колған. Бұны Киевде кечірілген брифингте Украинада инсан ақлары бойынжы БМТ незарет миссиясының рейсі Фиона Фрейзер білдірді. Қайдеткеніне көре бұл сене февралін 16-сы майысының 15-не қадар незаретчілердің баста ватандашлық шақысларының аселет нишанға алынмасы или бағлы баш 5 вақияны қайдетті. Бұ есіба дывыры ішінде ватандашларының аселет иншанға алынмасы или бағлы, яғни оларға хафиф селядан көзлеті еділер. 5 вақаның қайд етілмесінден хасивет чекеміз. Инсанлардан дұрту Донец өзгүш станциясының хадимы еді. Умумен бұ кеби вақаларда 8 адам яраланды. Ич мүмкін дегіл ватандашларға селя көзлетуі халқара гуманитар ақның жеди бозылуыдыр. Бұ вақалар избатланылса, арбиджина етолара қайд етілежектір. Евровидение 2017 ярышының Украина дизайнерлері тарафындан yapılған брендингні Design Lines категориясында Ken Lines tunç mükafatını aldı. Дизайн muhalifleri айтқаны кеби ер ярышының еш бір вақыт ақықай бренді жоқ еді. Айны шу вазифені ал етежек еділер. Көрілме образы оларақ адыты Украин бойынжықлары алынды. Элементлері ярыш іштіракчелерінің тымсалі ола. Евровидение 2017 Киевде кечерілді. Жанлы яйыны дүнияның 42 мемлекетінден 180 миллиондан зияде адам сейіретті. Белі земаневи Украин ресамы Иван Марчук тамырлар адлы каталогыны тағдым етті. Лейха черчевесінде серджелерінің диқатына оның гонумлын сесі, yorulған нағме сынарсызға бақыш, ренкли прелюдиялар топламларындан қарарин 40 ресім тағдым етілді. Кенді аятты ве иджады ақында ресам истедатының мұхлеслері елі көрішімінде еке етті. Кенді планлары ақында зинадышымыз еле пайлашты.
Исянкяр шахси услюбы или системага ичбір вақыт буй сунмайды. Ишлері совет вазифедарларына ачувлатайды. Более ликнен узыну Иван Марчук тасвиреті бу себептен совет бірлігі вақтында эсерлеріні тақдым етмейді, ижади бұхрана яшамақтайды. 75-го року я Етміш бешінді сенеден башлап совет жехенеміні терк етмеге естейдім. Сақ қаламам деп түшінейдім. 18 елдівімда тыштайдым. Ресім yapмақмы, yoqмы, білмейдім. Рухум әрвақыт түшкін еді, дешет еді. 1989 senesi Иван Марчук демир пердесінден құртылып четілді яша ве çalışайды. Ресімлері галереяларда асыла ве сатылайды. Улған әршіні дей ресам емекілі қазанды. хотілося самому собі доказати. Дүниенің әрбір көшесінде, инсанларының яшаған ерлерінде бежеріп олырым. Достларсыз, ветілсіз яшап олырым деп, өз-өзіме избат етмеге естейдім, бежердім. Башта Чехословакияда, sonra Австралия, Канада ве Америка себат метанетнен çalışайды. Урметні четілді қазанды 1996 senesi Mustaqil Ukrainada nam қазанған ресам унванны қазанды. 1997 senesi четілді yazған Шевченкияна адлы ресамлер циклы үшін Шевченко мүкефатының лауреаты олды. Ватанына Иван Марчук 2001 senesi сентябрь 11-де олған вақалардан сон қайтты. О вақыт Нью-Йоркта террорчылар егіз күллеріні yok etkeniді. Фаджия оның көзлері үгінді олды. Я пішов на той день. Түтінні көрдім. Бұ Киевнің екесернік кебі тұрған майданчыққа чықтым, олар ұзақтан көріне. Инсанлар тұра, қорқа, әтрафта шамата. Қорқыншылы еді. Бір evнің бірасы келгеніні көрдім веді қалды. Екіншесі тұшу башлағанда анладым, Америкадан кетем. 2001 senesinden başlap Иван Марчук Украинада yaşay resamның 13 цикlı бар. Оларны аятының farklı дәвірлерінде yazған еді. Şimdi Kiyev'de renkli prelюдиялар, sınırsızға бақыш ве гонолюмның сесі адлы топламларından resimler тағдым етілген. Сөңкесі плентонизм үслібінде yazılған, плести, яни ормек сөзінден. Бұлі Джамуилев өз шахси техникасыны адлай, оны кімсе текрарлап оламай. Еркес оның resimlerinde хусуси бір шейіні көрем. Що мене вражає як художника, як глядача. Ресам сейірджі оларақ шундан айретте қалам. Фікір ету бүтінлігі, исченлігі, ішкерлігінден. Әрбір әсірі, оның пластик фікір етуінің айры бір қатламыдыр. Олар пек инандырыжы, бір тарафтан яраштырыжы, дигер тарафтан дуйғылу. Ресам тахминин 5000 ресамның муэлифы 82 yaşında Иван Марчук язмаға девам ете. Художник працює, доки він живе. Ресам сақ олғанына қадар чалыша, еллері олғанына ве көзлеріне көргеніне қадар. Әвел олғаны кебі фаль олмасам біле, езі шейлерім бар. Ресам шақалаша тек Антарктикданы бойсундырмаға қалды. Дегер қаталарда ішлері енді бар, музейлерде яда шахси топламларда. Бұл сене Чехия, Лиссабон ве Түркияда сергелердің кечерілмесі планлаштырыла. Инесса Занина, Александра Буга, UATV. Бұл соңки хаберімізді да чух малыматны бізім UATV.ua сайтымызда тапа білесіңіз. UATV или олыңыз көрішкенже.